Мен Жанабатырова Гүлнара Жанабеловна, Алматы облысы, Кеген ауданы, номер 3 Кеген орта мектеп лицейінің физика пәнінің мұғалімі. Мен бүгін сіздермен 7-ші сыныптағы физика пәні бойынша сабағыммен бөліскім келеді. Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы механикалық энергия, кинетикалық және потенциалдық энергия. Оқу мақсаттары: механикалық энергияның екі түрін ажырату, кинетикалық энергия формуласын есепте шығаруда қолдану, жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық энергияның формуласын қолдану. Бағалау критерийлері: механикалық энергияның түрлерін ажыратады және мысалдар келтіреді. Жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық энергиясы мен кинетикалық энергия формуласын есеп шығаруда пайдаланады. Енді келесі бейне материалға назар аударайық. Энергия материя қозғалысының әртүрлі формасының жалпы өлшеуіші. Материя қозғалысының әртүрлі формалары бір-біріне айналып, түрленіп отырады. Энергияның екі түрі бар: кинетикалық және потенциалдық. Потенциалдық энергия деп әртүрлі денелердің немесе бір дене бөліктерінің өзара орналасуы бойынша анықталатын энергияны айтады. Кинетикалық энергия деп денелердің қозғалу салдарынан туындайтын энергияны айтады. Мысалы, жаңбыр тамшысы жер бетіне түскен кезде 70 мегаджоуль мөлшеріндегі қуатқа ие болады. Ал шыбын терезе шынысына соғылған кезде босап шығатын энергия мөлшері 1 мегаджоульға тең. Тұңғыс метеориті түскен кездегі босап шыққан энергия 10 миллион найзағай бөліп шығаратын энергия мөлшерімен теңеседі. Үстелде жатқан кітап потенциалдық энергияға ие бола ма? Кітаптың үстелмен салыстырғандағы биіктігі 0-ге тең. Сонда да, егер кітап еденге түссе, онда ол белгілі бір жұмыс атқарады. Енді осы кітап еден бетінде қандай да бір потенциалдық энергияға ие бола ма? Ал егер еденді алып тастаса ше? Өздерің көріп тұрғандай, H биіктігін кез келген есептеу деңгейінен өлшеуге болады. Сол себепті потенциалдық энергия салыстырмалы шама болып табылады. Ол нөлдік деңгей, яғни есептеу деңгейіне тәуелді болады. Потенциалдық энергияның өзгеруі ғана маңызды болады, себебі ол есептеу деңгейіне байланысты емес. Кинетикалық энергияның механикадағы маңызы өте зор. Мысалы, жел электростанцияларында желдің кинетикалық энергиясы генераторды қарқынды айналдырып, электр тогын алуда пайдаланылады. Желдің кинетикалық энергиясы әсерінен диірменнің қалақтары айналып, диірмен тасын қозғалысқа келтіреді. Қайықтардың желкендеріне соққан жел олардың суда жүзуіне себепкер болады. Потенциалдық энергия немесе кинетикалық энергия тек белгілі бір денеге ғана тән емес. Кез келген дене, кейбір жеке жағдайларды ескермегенде энергияның екі түрін бірдей иемдене алады. Мысалы, аспандағы ұшақтың жермен салыстырғанда потенциалдық энергиясы да, кинетикалық энергиясы да бар. Ал потенциалдық және кинетикалық энергиялардың қосындысы механикалық энергия деп аталады. Тұйық жүйені құрайтын денелер арасында тек қана ауырлық күші мен серпімділік күші әрекет ететін болса, онда механикалық энергия тұрақты сақталады. Жер бетінен біршама биіктікте орналасқан дененің потенциалдық энергиясы болады. Егер бұл дене төмен қарай құласа, онда оның потенциалдық энергиясы кинетикалық энергияға ауысады. Дененің бір қалыпты жылдамдықпен қозғалуы кезінде оның кинетикалық энергиясы өзгермейді. Дене жер бетіне соқтығысқан кезде оның кинетикалық энергиясы ең жоғарғы мәніне ие болады. Ал егер сол дене жоғары қарай ұшса, онда оның кинетикалық энергиясы потенциалдық энергияға ауысады. Осылайша дененің еркін құлауы кезінде оның потенциалдық энергиясы кинетикалық энергияға ауысады. Яғни дененің энергиясы жоғалмай, тек оның бір түрінен екіншісіне алмасады. Механикалық энергияның сақталу заңы осы қағидаға негізделген. Сонымен, балалар, механикалық энергиямыз екі түрге бөлінеді екен: кинетикалық және потенциалдық энергия. Кинетикалық энергия деп денелердің қозғалу салдарынан туындайтын энергияны айтамыз. Ал потенциалдық энергия деп әртүрлі денелердің өзара орналасуы бойынша анықталатын энергияны айтамыз. Кинетикалық энергияның формуласы
E тең mv квадрат бөлінген 2. Бұл жердегі м деп отырғанымыз дененің массасы, в жылдамдығы. Потенциалдық энергия денелердің өзара әрекеттесуі салдарынан жер бетіне салыстырғанда жоғары көтерілген дененің энергиясы mgh. М масса, G еркін түсу үдеуі, H биіктік. Сығылған серіппенің потенциалдық энергиясы E тең kx квадрат бөлінген 2. К дегеніміз қатаңдық, x серіппенің ұзаруы. Энергияның өзгеруі. Тау басына шыққан шаңғышының таудың басындағы потенциалдық энергиясы mgh-қа тең. Ал таудың төменгі бөлігінде потенциалдық энергиямыз 0-ге тең. Керісінше, таудың басында кинетикалық енергия 0-ге тең болса, таудың төменгі бөлігінде кинетикалық энергиямыз mv квадрат бөлінген 2-ге тең. Бірінші тапсырма. Суреттерге қарап, энергияны анықтаңыздар. Яғни суреттерде көрсетілген энергияларды анықтап болатын болсақ, жауабын тексеріп көрейік. Яғни бірінші суретте бұл потенциалдық энергия, екінші, үшінші суретте кинетикалық энергия. Келесі сілтеме бойынша сіздер есеп шығару мысалдарына назар аударасыздар. Есеп. Массасы 80 килограмм, жылдамдығы 5 метр секунд, велосипедшінің кинетикалық энергиясы неге тең? Есептің шартына қарай, формула бойынша кинетикалық энергия дененің массасына және жылдамдығының квадратына тура пропорционал мәндерін қоя отырып, нәтижесінде 1 килоджойлға тең болатынын шығарудамыз. Есеп. Келесі. Бірінші есеп. Жалпы массасы 50 тонна реактивті ұшақты ұшқыш жермен салыстырғанда 200 метр жылдамдықпен басқарып келеді. Ұшақтың кинетикалық энергиясы қандай? Бейне материалдан есеп шығару үлгісін көре отырып, осы есепті шығарамыз. Есептің жауабын төменде көрсетілген мәні бойынша тексеріп, дұрыс еместігіне назар аударамыз. Енді келесі бейне материал арқылы біз потенциалдық энергиямызға Мысалы, массасы 2,5 килограмм жүк биіктіктен құлайды. Түсе бастағаннан 1 секунд өткеннен кейін оның потенциалдық энергиясы қаншаға өзгереді? Жүктің бастапқы жылдамдығы 0-ге тең. Есептің шығарылуы. Берілген уақыт 1 секундқа тең, массасы 2,5 килограммға, G 10 метр секунд квадратқа тең. Потенциалдық энергияны анықтаймыз. Ең бірінші мынандай формуланы пайдаланамыз. H тең болады GT квадрат бөлінген 2. Потенциалдық энергия тең болады mgh. Шешілуі. H тең болады 5 метрге. Потенциалдық энергия 125 джоульге тең. Ең жоғарғы нүктеде тек потенциалдық энергия болады, себебі жылдамдық 0-ге тең. Мысалы, массасы... Жақсы, балалар, олай болатын болса, көріп шығарылған есепке назар аудара отырып, екінші есепті шығарамыз.
6 метр биіктіктегі алма ағашының бұтағындағы 0,4 килограмм алманың потенциалдық энергиясын есептеңдер. Жауаптарыңды тексеріп көріңдер. Потенциалдық энергиямыз бұл жерде біздің 24 джоульға тең. Сәйкестендіру әдісі арқылы бүгінгі өтілген тақырыпта кері байланыс жүргіземіз. Ал қанекей балалар, олай болатын болса, кестедегі берілген мәндерді сәйкестендіріп көрейік. Жұмысты орындап болсақ, дұрыс жауаптарыңды тексеріп көріңдер. Осы сәйкестендіру кестесі бойынша бүгінгі тақырыпты қандай деңгейде түсінгендеріңе баса назар аударсаңдар болады. Сабағымыз аяқталды. Олай болатын болса, үйге номері 32-33 параграфты оқимыз. Оқулықтағы 5-6 есептерді шығару және көрсетілген сілтемелер бойынша қосымша ақпараттар аламыз. Бүгінгі сабағымызда рефлексия инсерт әдісі бойынша, яғни сабақта нені білемін, білдім және білгім келеді бойынша өз ойларыңызды жазсаңыздар болады. Жақсы, сау болыңыздар.